Адам өмірінде бәрін айту міндетті емес. Кейбір сырлар сенің тыныштығың, бақытың, абыройың. Оны жариялау емес, сақтау даналық. Өз жоспарыңды әркімге айта берме. Ертең орындалмай қалса күлкі боласың, ал орындалса қызғаныш оянады. Бақытыңды көпке көрсетпе, шынайы қуаныш тыныштықта көз тиеді деген жай сөз емес, ол өмірдің шындығы. Жақсылығыңды жар салма, шынайы жақсылық үнсіз жасалады. Оны Алла көреді, адамдарға дәлелдеудің қажеті жоқ. Отбасыңдағы сырды сыртқа шығарма, үйдің берекесі ішкі тыныштықта. Бір ауыз сөз үлкен дау тудыруы мүмкін. Өткен қателігіңді әркімге айта берме. Кей адамдар кешірмейді, тек пайдаланады. Адамның ең үлкен қателігі өз өмірін бәріне ашып тастау. Әр адамның ішінде тек өзіне тиесілі әлем болуы керек. Сыр сақтай алмаған адам сенімге лайық емес. Тыныш өмір сүргің келсе, аз сөйле, көп ойлан, бәрін жариялама. Құпия деген не? Құпия бұл жеке өмірге қатысты ақпарат, басқалар білсе зиян тигізуі мүмкін дерек, немесе адамның ішкі ойы мен жоспары. Құпияның екі түрі бар: жеке құпия, қауіпсіздік құпиясы. Ешкімге бірден айтуға болмайтын құпиялар, жоспарларың мен арманың. Егер мақсаттарыңды бәріне айтып жүрсең, біреулер күмән келтіреді, біреулер қызғанады, біреулер кедергі жасауы мүмкін. Қаржылық жағдай, қанша ақшаң бар, қанша табасың, қарыз жинақ, бұл ақпарат қызғаныш тудыруы мүмкін. Артық сенімсіз адамдарды тартады. Отбасылық проблемалар, ерлі-зайыптылар арасындағы мәселе, ата-ана, туыс арасындағы ұрыс, бәріне айтып жүрсең, мәселе шешілмей ұлғаяды. Адамдар өз пікірін қосып шатастырады. Әлсіз тұстарың, қорқыныш, сенімсіздік, өткен қателіктер. Бұл ақпарат кей адамдарға манипуляция жасауға мүмкіндік береді. Жеке өмір құпиялары, қарым-қатынас, ішкі сезім, жеке тәжірибе. Артық ашықтық кейін өкінішке әкелуі мүмкін.